Баршаға сәлем. Бүгін біз қонақ дастарханына арналған ең оңай салат дайындаймыз. Өте дәмді әрі дастархан көркін ашатын салат. Қолдау мақсатында каналыма міндетті түрде тіркеліп өтіңіз. Ал рецепт ұнаса лайк басып, пікір қалдыра өтіңіздер. Ендеше бастайық. Ең алдымен біз тауық етін қайнатып пісіріп алатын боламыз. Тауық еті өте тез дайын болады, 15-20 минут жеткілікті. Бұл салатқа қалауыңызша көкөністер қосуыңызға болады. Қытырлық дәм беру үшін соломка фри қосамыз. Кириешки немесе чипсы да қосуға болады. Және біздің қайнатылған тауық еті, оның орнына консервідегі балық қосуға да болады. Басқа да ет түрлерін қосуға болады. Сосын майонез қажет. Банкідегі жүгеріміз қажет болады. Түрлі түсті көкөністерден мен қызанақ пен қиярды таңдадым. Сіздер капуста, қызылша да қоссаңыздар болады. Ең алдымен қайнатылған тауығымызды турап аламыз. Тауықтың терісін алып тастаймыз. Тауықты бір келкі етіп, ұзынша, жіңішке формада турап шығатын боламыз. Дәл солай қиярдың да екі шетін алып тастап, жіңішке ұзын етіп турайтын боламыз. Егер корейский салатқа арналған теркаңыз болса, содан да өткізуге болады. Ал енді қызанақты да дәл солай жіңішке ұзын бөліктерге турап шығатын боламыз. Енді консерві банкідегі жүгерін ашамыз. Ішіндегі суын бөлек төгіп тастаймыз, оның бізге қажеті жоқ. Ал ішіндегі жүгерісін салатқа қосамыз. Бұл салатқа жалпақ тәрелке таңдаған дұрыс. Қазір осы екі тәрелкеге орналастырып шығатын боламыз. Алдымен туралған тауық етін екі тәрелкемізге бөліп саламыз. Содан соң соломка фриді орналастырамыз. Картошка фриді үйде дайындауға болады. 2-3 картопты жуып, жіңішке турап, тұздап майға қуырып алсаңыз жеткілікті. Тәрелкемізге қияр мен қызанақты орналастырып шықтық. Бұл салатқа түрлі түсті өнімдерді қолданған ерекше көрік береді. Соңынан жүгерімізді екі тәрелкеге бөліп саламыз. Ал ортасына майонезімізді қосатын боламыз. Дәл осы күйінде пищевой пленкамен бетін жауып, холодильникке сақтасаңыз болады. Қонақ келгенде алып шығара саласыз. Ал жейтін кезде бәрін бірдей араластырып шығасыз. Салат дайын. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк, пікір қалдыра өтіңіздер. Келесі кездескенше.